Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің есімім Ербол Пернебаев, цифрлы бояулар үйірмесінің жетекшісі боламын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сурет салу ережесі. Негізгі мақсатымыз сурет салудың қыр-сырын үйрету, озық әдістерді меңгеру. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын еске түсіреміз. Бейнелеу өнері бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші, кескіндеме, графика, сәулет өнері, мүсін және сәндік қолданбалы өнер болып осы түрге бөлінеді. Және оның жанрлары бар. Жанрларын айта кететін болсақ, натюрморт, пейзаж жанры, портрет жанры және тағы да басқа жанрларға бөлінеді. Мысалы, айта кететін болсақ, кескіндемеде табиғат көрінісінің сан алуан түрлерін, табиғат көрінісін бейнелейді. Ал келесі мүсін графика өнерінде әртүрлі натюрморт болсын, түрлі түсті бояулармен осы графикалық суретті салуға болады. Жалпы айтқанда сызықтар жиынтығы деп айтамыз. Мүсін өнерінде және қатты материалдардан, пластикалық материалдардан және саз балшықтардан дайындалған дүниені айтамыз. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз тұрмыстық тіршілікте қолданып жүрген қазақи нақыштағы қолөнер бұйымдарын айтамыз. Ал енді бүгінгі сабағымызда бөлменің ішкі көрінісін салатын боламыз. Бізге ең алдымен бірінші А3 форматтағы қағаз керек және қара қалам өлшегіш құралдарын дайындап аламыз. Ең алдымен сурет салған кезде, бөлменің ішкі көрінісін салған кезде перспективалық бағытта салынады. Ал енді біз бөлменің ішкі көрінісін салуды бастаймыз. Ең бірінші біз бөлменің тең ортасынан бұрышынан бастап сызамыз. Мінекей былай тігіне сызық сызып аламыз. Одан кейін перспективалық бағытта бір нүктеден келесі нүктеге қарай бағыттап сызып шығамыз. Оң жақ бетіне және солға қарай. Келесісіне былай. Мына нүктеден солға қарай сызып шығамыз. Келесі салатымыз терезенің сурет саламыз. Терезенің ішкі көрінісін саламыз. Одан кейінгі астында тұрған тұмшаларды салып шығамыз. Тұмшаларды салатын кезде біз тіктөртбұрышты сызық сызып аламыз. Осы сызықта көмекші сызықтар арқылы біз осы формасын келтіріп аламыз. Келтіріп болғаннан кейін артық сызықтарды, керек емес сызықтарды өшіріп тастауға болады. Есіктері есіктің суретін салдық. Енді келесі салатынымыз диван саламыз. Мына жерге суреттің оң жақ бетіне салуды бастаймыз. Бұл жерде де жаңағы тіктөртбұрышты сызықтардың көмегімен еденнің бетіне тіктөртбұрыш сызықтар салып шығамыз. Тігіне және көлденең сызықтарды.
мінекей. Мына артқы жақ беті. Мына диванның бір жақ беті. Келесі диванның артын саламыз. Артын диванның жанынан сәл жоғарылап салып шығамыз. Ендігі келесі салатымыз диванның алдында тұрған орын стол салып шығамыз. Столды дәл осындай тіктөрткішті сызықты еденнің бетіне сызып аламыз. Көмекші сызықтар арқылы, сол сызықтар арқылы біз столдың формасы, көлемін шығарып аламыз. Сызықтарды сызған кезде де барынша тік сызықтарды сызуға бағыттауымыз керек. Енді диванның жоғарғы бетінде орналасқан теледидардың суреті бар. Теледидардың суретін диванның жоғарғы жағына салып шығамыз. Мына екі көмекші сызықтар арқылы біз теледидардың тұрған бағытын анықтап алдық. Келесі ішкі көрінісін бұлай саламыз. Ендігі келесі салатымыз электр шамын салып шығамыз. Жоғарыдан төмен қарай. Әркім өз қалауы бойынша электр шамын салуына болады. Мінекей мен өзімнің ой қалауым бойынша осылай салып шықтым. Өздеріңізге байланысты. Өздеріңіз ары қарай өз қиялдарыңыздан туындаған суреттерді сала беруіңізге болады. Ендігі салатымыз терезенің жақтауындағы перделерді салып шығамыз. Енді еденнің полдың сызықтарын сызып шығамыз. Сызған кезде де жігермен барынша түзу сызық сызуға бағыттауымыз керек. Мына жерде қабырғаның іргесін айтамыз. Мына жерде плинтус деген орналасқан. Ендігі келесі салатымыз көмекші сызықтарды өшіріп, артқы сызықтарды өшіріп, үстінен қара ручкамен немесе қара қарандашпен үстінен қаттырақ басып шығамыз. Себебі суретте сызықтары жандық сызықтар деп айтады. Сондықтан сурет өзімізге көрініп тұру үшін қаттырақ басып сызып шығуымыз керек. Енді еденнің сызықтарын үстін қаттырақ басып шығамыз. Өзімізге анық көріну үшін. Мына жердегі артық көмекші сызықтарды өшіріп тастауға болады енді. Суреттің терезенің жақтаулары ішкі көрініс. Енді
мына сурет саламыз. Үстінен осылай басып шығамыз барлығын. Мына ортасындағы есіктері тұмышкын. Біреуі оң жаққа қарай, екі есігі бір бағытқа қарай, мына ортадағы екі есік екі ашпалы есік болып есептелінеді. Өзім қиялым бойынша өз ойымнан туындаған. Ал енді терезенің жоғарғы жақ бетін ретке келтіріп жіберейін. Енді артық сызықтарды өшіру керек. Осылай өшіріп шығамыз. Көмекші сызықтарды барлығын өшіріп шығуымыз керек. Осы суреттің нобайын салып болғаннан кейін гуашьпен толық бояп шығуымызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.